4 килограмм өріктен өте оңай үй жағдайында өзіңіз-ақ пайдалы қыста рахаттанып тұрып ішетін нектар соғын, яғни абрикосовый сок дайындаймыз. Алдымен жуып алған абрикостарымыз, яғни өріктеріміздің суыктерін алып, блендермен жақсылап тұрып араластырып езіп аламыз. Кез келген блендермен езіп алсаңыздар болады. Енді массамыз қою болған үшін үстінен су құйып араластырамыз. Осыны қазір бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Міне көргендеріңізде ситаға құйып, осы ожау қасықпен ішінде бір әрлі-берлі кішкене осылай басып айналдырсаңыз, өзінен өзі ақ сұйығы соғы бөлек шығып, бетіндегі қою осылай бөлек алынып шығатын болады. Барлығын осылай жақсылап сүзіп аламыз. Енді кастрюльге құямыз. Және қою болған үшін мен сұйылту үшін тағы су құйдым. Осы қою күйінде жатсаңыз да болады, немесе бұдан да сұйық қылсаңыз да болады. Бір қайнағаннан кейін міндетті түрде көбігін аламыз. Және одан кейін барып қантын саламыз. Бұл жерде қантты басында салсаңыз да болады, ортасында салсаңыз болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді қантын салғаннан кейін тағы бір қайнатамыз. Біздің нектар согымыз дайын. Алдын ала банкамызды, қақпағымызды жақсылап тұрып булап алдым мантаваркада. Енді үстінен дайын тұрған ыстық соктарымызды құйып, барлығын жауып шығатын боламыз. Мендегі закрывашка базардан алған, өте керемет, өзіме қатты ұнады. Осыны төңкеріп жылы жерге 2 күн қойып бетін жауып қоямыз. Қыста рахаттанып тұрып ішесіз.